Қайырлы күн. Эфирде Қазақстандық қоғамдық даму институтының сарапшылық подкасты. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Назым Жанғазы. Қайырлы күн. Назым, қош келдіңіз. Рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді ана, Қазақстанда отбасы және гендерлік мәселелерге бейжай қарамайтын азаматша ретінде танимыз. Сол үшін де бүгін өзіңіздің осы тақырыптағы пікіріңізді, ойыңызды бөлісу үшін шақырып отырмыз. Сізге үлкен рахмет. Рахмет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Тақырып өте өзекті. Әрине, сондықтан талқылауға дайынмын, ашықпын. Назым, енді біз осы отбасы және гендерлік саясат саласында өте көп зерттеу жүргіземіз. Ол әрине ұзақ жылдың қорытындысы, 5-6 жыл болды осы тақырыпта зерттеу жүргізіп жүргенімізге. Біздің зерттеулерде отбасындағы үйлесімді қарым-қатынасты қалай құруға болады деген сұрақ әрине ол бірінші орында тұрады. Сол кезде бізде қорытындыдан шығатын мәселе ол отбасында серіктестік құру мәселесі. Осы орайда сізді білеміз, 2 балапанның анасысыз, отбасымен жұмысты сәтті, табысты үйлестіріп жүрген тұлғасыз. Осы орайда отбасындағы серіктестікті құруға қатысты өзіңіздің қандай пікіріңізді білдіре аласыз? Сіз осы жолға қалай келдіңіз? Қандай қиындықтар болды? Сол жөнінде білгіңіз келеді. Рахмет. Енді әрине біз қоғамда да көріп жатырмыз. Бұлай жұмыста да жүргенде әрбір енді өзіміздің жаңағы жұмыстағы қыздармен, әйелдермен сөйлескен кезде көбіне барлығы енді ішкі жан дүниесін айтады ғой, бір-бірімізбен бөлісеміз, сөйлесеміз. Сол кезде енді бір сіздер сияқты үлкен зерттеу жасамасам да, дегенмен әрдайым жұмыс бабымен көбіне әйелдермен сөйлескенде міндетті түрде жаңағы жеке өмірлері туралы ақырындап сұраймын. Мысалға балалары туралы, қалай үлгере ма, үлгермей ма, жаңағы жолдасымен қарым-қатынас қалай, қолдай ма, жоқ па деп өзім үшін сұрап жүремін. Ішкі жаңағы өзімнің зерттеуімді жүргізіп жүремін да. Сол кезде әйелдердің көбісінен сұрасаң, көбісі айтады да, жұмысты да отбасында алып жүру өте қиын. Әрине таңертеңнен жаңағы 6-ға дейін жұмысты аяқтайсың, содан кейін барып жаңағы екінші смена дейді ғой, үйге келіп кешке екінші сменамыз басталады. Әрине ол бәрімізде бар. Ол біз оны бар ғой, мындай стандарт сияқты қарастырамыз да. Жұмыстан кейін келіп үйдегі екінші сменамыз біздің қарапайым өмірдегі жаңағы істейтін істеріміз сияқты да. Содан енді ары қарай әңгімені өрбіткенде жаңағы қыздар көбісі айтады, сол үшін дейді энергиямыз да жетпейді, сол үшін жаңағы кейде енді жұмыс туралы айтып, амбициям туралы кеш жақын тамақ ішіп отқан кезде жолдасыма айтсам, жолдасым қолдағысы келмейді, мысалға осы да жетеді ғой, ең бастысы жалақың бар ғой деп мысалға артқа тартады деп айтып жатады да. Енді барлығы демей қояйын, дегенмен енді көпшілігі сөйтіп айтып жатады. Сосын енді содан кейін ойланасың, шынымен де жаңағы отбасында серіктестік бір теңгерім болмаса, әйел көбіне артта қалып қойып жатады да. Артта қалып қойып жатады дегенде, енді олай да айту дұрыс емес шығар, өйткені барлық әйелдердің бір жұмыста бір үлкен жетістіктерге жетіп, бір амбициясымен бір мақсаттарына жету керек деген түсінікте дұрыс емес шығар, бәріне бірдей қылып қойған. Дегенмен қазір енді капиталистік өмірде сүріп жатқандықтан, гендерлік теңдік туралы айтып жатқандықтан, енді қазіргі кезде менің ойымша әрбір әйел тек қана отбасын ғана ойламай, ол өз басында ойлау керек деп ойлаймын. Сондықтан осы орайда айтқым келіп отырғаны, бәлкім біз әйелдер өзіміз жаңа жарларымызбен сөйлесіп, үйде әңгіме құрып, өзіміздің ішкі мақсаттарымызды қайда жеткіміз келеді, қандай жаңа белестерге қол жеткізгіміз келеді, бәлкім сол туралы да жиі сөйлесу керек шығармыз деп ойлаймын да. Өйткені көбіне біз жолдастарымызды алдыға қарай қойып, тек олардың әңгімесін енді
бір бытовой әңгімеде де тек жолдасыңызды тыңдаймыз ғой. Сондықтан бәлкім өзімізді де алдыға қойған дұрыс шығар деймін. Мысал ретінде өзімізде сіз жаңа сұрағыңызды қойдыңыз ғой, үйде де қалай осының бәрін алып жүресіз дегенде, кейбіреулер айтады, ол мінезден дейді да. Егер де жаңағы әйелдің мінезі мықты болып, еркектің мінезі жұмсақтау болса, әйел көп нәрсеге жетеді деп айтады да, ол негізі дұрыс емес. Ол толықтай келіспеймін. Неге? Өйткені қандай адамның мінезі қандай болса да, әркімнің өзінің ішіндегі арманы болады, өзінің жаңағы мақсаттары болады. Көбіне ол мақсаттары бір нәрсеге жетумен байланысты болады. Спортта да, жұмыста да, өзінің жаңағы хоббиінде да. Ол хобби, спорт, жұмыс ол үйден тыс нәрселер ғой. Сондықтан бұл мінезге байланысты емес, менің ойымша бұның барлығы жаңағы жолдасыңмен, үйдегі серіктесіңмен отырып бір үлкен стратегия құрудан байланысты деймін. Мысал ретінде біз қалай, жолдасым екеуміз біз қалай істейміз? Жаңағы жаңа жылдың алдында енді жоспарлаймыз ғой, келесі жыл не істейміз, қалай істейміз, осы жылы біз осындай жетістіктерге жеттік. Мысал ретінде ақшалай айтайық, мысалы біздің отбасымызға осы жылы осыншама ақша түсті. Біз мынаны үнемдей алдық, мынаны жарата алдық, мына ақша қалды, сонда біздің енді жылдың соңындағы осындай депозитпен жаңа жылды қарсы алып жатырмыз деген мысал ретінде, бір ғана диалог. Сосын ары қарай айтамыз, енді ары қарай не істейміз келесі жылы? Осы KPI-ді ары қарай көтереміз ба? Әлде осыған тәуба, осындай бір жаңағы осындай бір темппен ары қарай келесі жылда қарсы аламыз ба деп мысал ретінде сөйлесеміз. Сол кезде екеуміз екі жақтан айтамыз. Мысалға жолдасым айтады, көтерсе болады дейді KPI-ді. Мен де айтамын, жақсы болар еді. Бірақ ол KPI-ді көтерген кезде әрине ақша туралы, жаңа жалақы туралы айтқанда, әрине ол адам өзі жұмыста да көтерілу керек, дұрыс қой. Мысалға бір жұмыста 10 жыл істеп, сен үлкен жалақыға немесе бір үлкен белестерге жете алмайсың ғой. Ол әрқашан адам өсу керек, Сондықтан біз айтамыз, бәлкім мысалға жолдасым айтады, бәлкім мен жаңағы өзімнің футбол мектебімде бүйтсем, ана бизнесімді сөйтсем, сен өзіңнің жаңағы жұмысыңда осындайларда ары қарай өрбіте аласың ба, әлде осылай ары қарай енді сөйтіп бір-бірімізбен диалог құру арқылы біз келесі жылға стратегия құрамыз. Сол кезде бір-бірімізбен стратегия құрған кезде біз келесі жылға өзіміз байқамай бір-бірімізді қолдау арқылы бір-бірімізді көтеріп отырамыз. Сол кезде келесі жыл енді келді. Мысалы ретінде ақпан айында менде көп кездесулер болып кетті. Кешке мен балалармен отыра алмаймын. Сол кезде мысалға жолдасым отырып қалды. Сонда жолдасым маған келіп айтпайды, сен осы ақпан айында что-то көп енді кездесулер болып кетті, сенде көп іс сапарлар болып кетті деп айтпайды. Өйткені ол біледі, біз желтоқсанда екеуміз келіскен болатынбыз. Дәл солай менде де мысалға наурыз айында оның белсенділігі үйден тыс көп артып кетіп, мен балалармен көп болып қалсам, мен оған ештеңе демеймін. Өйткені біз білеміз ғой KPI-мізді. Сол сияқты бір үйде де біз бір бизнес серіктес ретінде модель құрып алғанбыз. Сондықтан менің енді ойымша әрбір отбасында да бір өздерінің мақсаты болу керек шығар. Бәлкім біреуде ол бизнес емес, басқа бір мақсат. Көп қазір отбасылар бар, мысалға балалар ауырады, олардың мақсаттары ақша емес, балаларын емдеу, Сондықтан да әрбір отбасының өзінің бір мақсаттары болады да, сол мақсатқа бірге отырып, үлкен қағазды алып, сол мақсаттарымызды жазып, кім неге жауапты екенін жазып, сосын осымен жүреміз десек, бір-бірімен келіссе, ары қарай жеңілірек болады деп ойлаймын. Назым, ең бастысы диалог, жаңа зерттеулерде де сол анықталып отыр. Бірақ біз мысалы отбасы және гендерлік саясат саласында зерттеулермен айналысқандықтан осы тақырыпта өтетін шараларға көп қатысамыз, әсіресе мына гендер мәселесі, конференциялар, сол кезде сол қатысушылардың да басым бөлігі, ұйымдастырушылардың да басым бөлігі ол әйелдер. Жалпы отбасы, гендер туралы айтқан кезде үнемі әйелдер жүреді. Енді барып отбасыларды сұрағанда, отбасы мүшелерін, ерін сұрағанда да, әйелін сұрағанда да, екеуі де отбасына бірдей көңіл бөлетін сияқты, бала тәрбиесімен айналысатын сияқты. Бірақ
ішкі сондай бір моменттерді білу мақсатында сұрақтар қойған кезде бәрібір де ол білмейді. Тіпті кейде баласының нешінші сынып оқитынын білмей жатады, иә, отбасында қандай мәселелер бар екенін білмей жатады. Осы орайда айта аламыз ба, бізде ер азаматтар сол серіктестікті құруға дайын, қаншалықты дайын, әйелдер қаншалықты дайын, және ер азаматтар бізде отбасындағы серіктестікті құруға, диалогты құруға қаншалықты дайын? Өте дұрыс, өзекті тақырыпты айттыңыз. Жаңа конференция туралы шынында да өзіміз отырып әйелдер болып талқылаймыз ғой. Қанша мысалға қанша жерде енді гендерлік теңдік деп айтып жатсақ та, бізде рөлдер бөлінгенде қоғамда тақырыптар бөлінген. Мысалға бір ауыр тақырыптар, саяси, экономикалық тақырыптардың семинарлары, жаңа конференциялары еркектердікі, жаңағы үй, отбасы, әйелдердің құқығы дегенде тек әйелдердікі қалып бөліп алғанбыз да. Енді сол дұрыс емес негізі. Бірақ сіздің жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, менің ойымша, енді Қазақстан 10 жыл бұрынғы Қазақстан мен қазіргі Қазақстанды салыстыратын болсақ, осы тұрғыда кәдімгідей өзгеріс бар. Өйткені мысалға 10 жыл бұрынғы жұмыс істеген әріптестерімнің өзі, мысалға ер кісілер, олар 10 жыл бұрынғы өзінің патриархалды көзқарастарының қазір қаншалықты жұмсарғанын көріп отырмыз да. Өйткені біздің қоғамда көптеген өзгерістер болды. Ол өзгерістерде жаңағы бізге ауыр жолмен келді, иә. Осы жаңағы енді Салтанат Дүкенованың кейсінің өзі де, иә, мысалға. Сондықтан менің ойымша, біз қазір енді әлі сол бұрынғы қап қалған барлығы патриархалды бір заманда өмір сүріп жатырмыз деп айта алмаймын. Өйткені өзгеріс кәдімгідей бар. Еркектер де қазір мынандай нәрсені түсінді де, көбісі айтады, енді біздің бақытымыз ол әйелдің бақыты, ал әйелдің бақыты ол өзі немен айналысқысы келеді, сонымен айналысу керек дейді да. Еркектер оны да түсініп келе жатыр ақырындап. Бірақ әрине өңірлерде бар әлі бұндай ұғымды, бұндай түсінікті әлі түсіне алмай жатқан еркектер бар ғой. Бірақ дегенмен бір өзгеріс бар, сол қуантады бізді. Сосын мысалға енді осы жерде біз қоғамдағы теңдік туралы айтып отырмыз ғой. Біз қазіргі өзгерту керек нәрсеміз, менің ойымша, ол мына үйдің ісін, шаруасын тең бөлу. Қоғамдағы жаңағы барлық өзгерістер ол барлығы үйден басталады да. Біз оны ұмытамыз да, ары қарай конференция соларға кетіп қаламыз. Бірақ біз қарапайым үйден бастайықшы. Жаңағы ыдыс жуудан, тамақ жасаудан, балаларға дәрі беруден, иә, балаларды балабақшаға киіндіріп, балабақшаға апарып алып кетуден бастайық. Сол жаңағы стратегия қайттан қағазға отырып жазуда. Кімнің қолы бос, кімді бэкап жасай алады, егер де бэкап жасаса, одан қандай пайда аламыз деген сияқты келіссөздер жүргізіп, диалог арқылы біз осының бәрін үйден бастау керекпіз деп ойлаймын. Егер де біз үйде қарапайым үй шаруасын бір-бірімізбен бөлісе алсақ, бір-бірімізге түсіндіре алып, жаңағы ой, бұл еркектің ісі емес, бұл әйелдің ісі деген ұғымды мүлдем алып тастасақ, осы үйден ары қарай гендерлік теңдік қоғамға да тарала береді деп ойлаймын. Мысал ретінде, мен кейде ойлаймын да, қоғамда жан-жағыма қараймын, бәрімізден жан-жағымызға қарап бір түйінге келеміз ғой. Сол кезде мен ойлаймын, менің үйде мысалға ата-анам қалай, әкем әрқашанда мысалға бізге таңғы ас пісіретін, иә, немесе анам жұмыста болғанда біздің киімімізді үтіктеп қойып, ондай болып тұратын мысалға. Немесе папам жұмыста болғанда анам дәл солай істейтін да, бізде андай болмайтын мысалға, ой, болды, әкем жаңағы киімге жоламау керек деген ондай түсінік болмайтын да. Сосын менің жаңағы құрбыларымның да енді модельдерін қарайсың, солай сияқты. Бірақ қоғамда олай емес. Сосын мен түсінбеймін, қалай сонда біз мен бармын, менің туыстарым бар, ата-анам рөлдік модельдері бар,
теңдікті көргенбіз, бірақ неге қоғамда әлі күнге дейін бұл теңсіздік бар? Неге біз әлі үйдегі қарапайым іс шаруаның бәрін әйелдікі, еркектікі деп әлі біліп отырмыз деп түсінбеймін да. Осы орайда мысалға Ақнұр ханым, сіздің де пікіріңізді білгім келер еді да, енді подкаст болғандықтан. Мысалға сіздің 3 балаңыз бар, жолдасыңыз бар, иә. Бірақ сіздер үйде, бәлкім менің айтып отқаным дұрыс емес шығар, сіздер үйде қалай бөлісесіздер сондай жұмыстар? Бізде менікі сенікі деген жоқ, бірақ кімнің уақыты бар сол айналыса береді. Бірақ бізде өте керемет көмекшілеріміз бар, ол атасы мен әжесі. Мен шыны керек 3 баланың қалай өскенін білмеймін. Бакалавриатты, магистратура, докторантура, барлық менің істеп жүрген істерім сол кісілердің көмегімен ғана бітіп жүрген шаруа. Сондықтан да үйдегі міндеттерді бөлу мәселесінде шиеленістер туындаған емес, туындаса да оны шешіп беретін адамдар бар да. Осы орайда енді бірақ біздің бұл орайдағы менің ойымша өте сәтті пайдаланып шыққан шешіміміз ол оның да плюсын көру. Мысалға бірге тұруды көбінесе негатив ретінде қабылдайды ғой, ал біз оны плюс ретінде қабылдадық, және біз айырбас жасай алдық та. Мысалға керек кезде біз қолғабыс етеміз, керек кезде ол кісілер қолғабыс етеді дегендей андай санасу деген жоқ та. Сонымен қатар жасымыз ұлғайған сайын біз диалогқа келуді үйрендік. Расымен де бір нәрсе ұнамай ма, бір-бірімізге айтуды үйрендік. Ол ата-енеме де қатысты, маған да қатысты, жолдасыма қатысты. Сол диалог арқылы шештік. Сондықтан да мен зерттеулерден сондай қорытынды шыққан кезде мен түсініп отырамын. Иә, расымен де ғой деп. Ал диалогқа келмей тұрып, әрине болатын кикілжіңдер, келіспеушіліктер, оның бәрі енді уақытпен келеді. Бірақ жаңа сіз айттыңыз ғой, 10 жыл бұрынғы Қазақстан мен қазіргі Қазақстанды салыстыру мүлде келмейді деп. Иә, себебі бізде ақпарат бар да. Қазір жастар ақпараттандырылған, олар біледі. Көп нәрсені біледі, және де ол жаңа дұрыс айтып отырсыз, бәрі отбасынан басталады. Қазір мен де қызда ұлда тәрбиелеп отырмын, қазірден бастап үйретемін. Менікі емес деген түсінік болды мен ұлымда, себебі ол үйде ондай көрді. Сондықтан бір рет айттық, ондай бізде сөз айтылмайды деп. Қазір түсінеді, бізде ондай шаруа бөлінбейді. Сондықтан да расымен де оны отбасынан бастау керек, бірақ отбасынан бастау үшін бізде негіз болу керек. Сіз мысалы өңірлерге шығып жүресіз, көреміз, репродуктивті авталыққа бардыңыз. Өңірлерде жағдай бұндай емес, әлі де сол патриархалды таптаурындардың әсерінен, ықпалынан кейбір осындай кикілжіңдер туындайды. Және де кейде айтып жатады ғой, әйелдерге тым қатты еркіндік бердік, шектеу керек деп. Сол кезде ойланасың, оның негізі неде? Ол жерде қандай бір тарихи сабақтастық жатыр екен деп. Себебі қазақта үнемі әйел, ол қазақ жалпы еркін халық қой, ол отырықшы болған жоқ қазақ мәдениетінде. Осы таптаурындар қайдан келді екен деген ой үнемі болады, және де онымен күресудің жолы ол қайдан бастау керек деген сұрақ туындайды бізде. Бізде мамандар айтады, балабақшадан бастау керек деп. Біреулер айтады, мектепте білім беру керек, біреулер жоғары оқу орнында. Жақында жаңалық көрдім, Ержан Мырзабаев, өзіміз білетін психолог, Казгюада студенттерге отбасы академиясы негізінде отбасы құру бойынша сабақ жүргізеді екен, енді дәріс. Өте сондай, шынымды айтсам қуанып қалдым. Біз барлық ұсынысымызды жазамыз, жоғары оқу орнында үйрету, отбасын жоспарлауды, мектепте үйрету, балабақшада үйрету деп. Енді мүмкін уақыт өте келеміз деген үміт әрқашанда бар. Бізде мысалы зерттеулерде отбасында шиеленістердің себебі неде дегенде, үшінші шиеленістің себебі ол бала тәрбиесіне қатысты мәселелерде келіспеушіліктер дейді. Ал төртінші мәселе жаңа сіз айтып отырған отбасындағы міндеттерді бөлу. Осы жердегі сіздің ойыңызша проблеманың негізі неде? Ол кімнің, айтады ғой, жауапкершілік алаңы
зона ответственности дейді ғой, кім жауапты? Мүмкін әйелдер келісе алмай жатырған шығар, мүмкін ер адамдар әлі дайын емес шығар. Осыған қатысты көзқарасыңыз қандай? Қызық зерттеу. Төртінші орындағы жаңағы осы үй жұмыстары, сол бойынша мен білмеппін мысалға. Көп естідім мен мысалға, жаңағы ата енемен тұрған үшін деп естідім, немесе көзге шөп салу дегендерді естідім, бірақ төртінші орында осы екенін білмеппін. Менің ойымша енді ең басты проблема бәлкім сол диалог құрмаудан шығар. Бәлкім бізде де қазақта қалай біз жалпы тәрбиелендік, мысалы қыздар кішкентай кезімізде әлі де бар ғой, мысалға мен қызыма да балабақшада айтады екен, ол үндеме, қоя сал, жарайды, басыңды сал, сосын үндемей өзіңнің жаңағы ішіңдегі ойлаған айтқаныңмен істей бер. Ең бастысы бірақ үндемей ақ қойшы деген бар ғой ұстаным бізде. Сол ең бастысы үндемей өзіңдікін ақырындап бітіре бер деген дұрыс емес деп ойлаймын мен негізі. Әрине ол бәлкім бір дипломатияның бір бөлігі шығар, бірақ үйге келгенде, отбасына келгенде менің ойымша барлығы ашық болу керек. Ол әділетсіз сияқты маған. Үндемей өзіңдікін ғана істей беру, ол қалай? Сен жалғыз өмір сүріп жатқан жоқсың ғой, үндемей ешкіммен ештеңені жаңағы талқыламай өз бетіңмен шешім қабылдауға, сондықтан да менің ойымша барлығы әділетті болу керек. Әрбір қабылданып жатқан шешім, әрбір тіпті мынандай бәлкім кейбір көрермендер маған қарсы болатын шығар, менің бұл ұстанымыма, бірақ менің ойымша тіпті ақшаға дейін отбасындағы ортақ болу керек. Кейбірлері мен естимін, айтады мысалға, еркектің ақшасы отбасыныкі, әйелдің ақшасы әйелдікі дейді. Бұның өзі теңсіздік қой, былай қарап тұрсаң. Ол нені білдіреді? Ол білдіреді, яғни еркектің ақшасы әйелден көбірек, сондықтан да еркек әйелді де, үйді де, балаларды да бағалады, ал әйелдікі кішкене өзінің косметикасына жараса болды деген сияқты бір түсінік мен сөйтіп қабылдаймын. Сондықтан менің ойымша отбасыда әр нәрсе, ақша, төсек жинау, көшу, баланы апару, айтып отырмын, осының барлығы теңдікпен болу керек. Бұл менің жұмысым. Онда мысалға еркек менің жолдасым келіп, мен сендерді барлығыңды бағып жатырмын, қағып жатырмын, сен ең бастысы өзің жаңағы косметиканың бәрін ал, бірақ мен бағып жатырмын ғой, сен үй жұмысын бәрін істе десе, мен ондайға келіспеймін мысалға. Мен айтам, мен де сен сияқты дәл солай ақша тапқым келеді, таба аламын. Сен дәл сол мен сияқты үйдің істерін сенде де алып жүресің деймін мысалға. Егер де жолдасым келіспесе, басқаша сөйлесеміз, мысалы, басқаша құрамыз диалогты. 1-2 апта сөйлесеміз. Оның енді түрлері көп. Оған бөлек подкаст керек. Бірақ менің ойымша теңдік бәр жерде болу керек. Егер де біз бір жерде теңсіздік ұстап қалсақ, мысалы ақша, немесе үндемей өзіміздікін ғана істейтін болсақ, кейде айтады ғой, әйелдер өздерінің қулықтарыңды қосып, енді үндемей өздерің істей берсеңдер деп, ол әділетсіз деп ойлаймын. Өйткені жолдасым, мысалға біздің күйеуіміз, оның ешқандай қулығы жоқ, еркектер басқаша ғой мысалға. Сондықтан да бәрін әділетті тең қылып қарастырсақ, теңдік болатын сияқты. Әрине, сіз жаңа өңірлерді айтып отырсыз, біздің жерде мына Астананың қақ ортасында отырып алып, 2 жұмыс істейтін әйел осыны талқылаған әрине оңай шығар, бізді өңірлердегі әйелдер көріп ауыздарын ашып отырған шығар, қалай ол деп бізде олаймыз ғой деп. Айту оңай әрине, бірақ ақырындап әңгімелесіп бұл тақырыпты да жаңағы ортаға әкеліп бір теңгерімге келуге болады деп ойлаймын. Назым, өте керемет ой айттыңыз. Мысалы, бізде тағы бір проблема бар. Гендер десе, ол әйелдердің теңдігі деп қабылдайды. Гендер ол екі жыныстың да, әлеуметтік жыныстың да теңдігі ғой, ердің де теңдігі. Енді мысалы бізге көп өтініштер түседі. Соның ішінде ажырасқан ер азаматтар, әйелдер балаларының аналары әкесімен кездесуге рұқсат бермейді. Осындай өтінімдер өте көп түседі. Осы орайда сіз ұлттық комиссияның мүшесі ретінде, жалпы әйелдердің әңгімесі болып қалмасын деймін да, ер азаматтарға қатысты
әйелдер тарапынан бір жаңағы сіз атап өткен теңсіздіктен басқа қандай теңсіздіктердің куәгері болдыңыз? Бұл тақырыпты өстіп бастағым келіп отыр. Ақнұр ханым, мысалға қараңыз, сіздің әкеңіз бар, иә, сіздің жолдасыңыз бар, сіздің ұлыңыз бар, иә, дәл солай менде де, иә, көбісінің әкесі де бар, мысалы ұлы бар дейік, жолдасы, атасы бар. Енді егер де біздің әкемізге қатысты, атамызға қатысты, ұлымызға қатысты бір әділетсіз шешім қабылданса, бір теңсіздік көрсе, иә, мысалға ұлымызды мектепте мысалға бір қыздар ұрып кетті дейік, мысалға, ондай да болып жатыр, қазір жаңалықтан көріп жатырмыз. Біз айтамыз, мынау әділетсіздік, неге мен ұлымды ренжітіп жатыр дейміз. Бірақ қоғамға келген кезде көбіне біз айтамыз, ой, ұлдарға сол керек, әйелдерді ұрып келді өмір бойы, сол деп мысалға кішкене шеттетеміз да. Бірақ неге біздің әкемізге, атамызға, немесе жолдасымызға, баламызға келгенде біз осындай кезде теңдікті айтып қаламыз да. Сондықтан да менің айтқым келіп отырғаны, теңдік, гендерлік теңдік деген ол феминизм емес, мысалға мачизм емес, ол толықтай теңдік. Кім болса да, ұлы болсын, қызы болсын, атасы болсын, әкесі болсын, жолдасы болсын, досы болсын, бәрінде теңдік, бәрінің құқығы тең, бәріміздің құқығымыз тең. Бәріміздің екі аяғымыз, бір басымыз, жүрегіміз бар дегендей. Сондықтан да біз бұл жерде оның жынысына қарап емес, заң аясында және де өзіміздің құқығымыздың аясында қарастыру керекпіз. Сіз жаңа айтып жатсыз, кейбіргі енді аналар бар екен, әкелерімен кездестірмейді деп, ондай бізге де келеді, маған да ондай хат өте көп келеді. Сіз сенбейсіз, маған тіпті еркектер де жазады, мысалы осылай болып жатыр, адвокат бере аласыз ба, сіздер әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелерісіздер ғой. Енді отбасылық деген жаңағы сөз болғандықтан сіздер отбасының проблемасын да шешу керексіз деп жазады еркектер. Мен оларды түсінемін. Сондықтан да егер де ондай қоғамда ондай жайттар болып отырса, ол менің ойымша заң аясында шешілу керек. Яғни бір резонанс арқылы емес, немесе бір жаңағы талқылау емес, заң бар бізде, заңда барлық жазылған, сол заң арқылы барлық ондай сұрақтар шешілу керек. Яғни мен қазір отырып, мысалға, неге сендер әкелерін көрсетпейсіңдер деп ондай ақыл айта алмаймын. Өйткені әрбір, мысалға, 100 сондай өтініш келсе, 100-нің енді жаңағы қалай айтсам болады, 100-і әртүрлі. Қандай себеппен болып жатқанын да біз білмейміз. Отбасының өзі де сондай да, мысалға, неге бізде бұрын айтқан, иә, ата-бабамызда отбасына кірмеңдер, біреудің араласпаңдар, ол жабық есіктің артында деген айтқан түсінікті біз дұрыс түсінбей, мысалға, ұрып жатса, тепкілеп жатса, біз араласпай, осындай кезде араласып кетеміз. Ой, сен әкесін неге көрсетпей жатсың деген сияқты. Негізі біз орындарын алмастырып алғанбыз да. Біз керісінше жаңа ұрып жатса, зорлық зомбылық болып жатса, біз араласып, жаңағы барып, қолдап, көршіміз болса көршіміз, әріптесіміз болса әріптесіміз сөйлесу керекпіз. Ал бұндай жағдайлар болып жатса, оны заң аясында жаңағы шешіп қарау керек деп ойлаймын енді. Әрине, Ержан Мырзабаевпен де біз подкаст жазған кезде де біз сөйлесіп осы тақырыпты өрбіткен болатынбыз өзіміз жеке. Сол кезде ол кісі де айтқан, негізі балалары өздерінің әкелерінде, аналарында көріп өскен дұрыс. Өйткені екі ата-ананың арасындағы қарым-қатынас, ол өздерінің жеке қарым-қатынасы, қайта келе теңдік. Енді балалармен қарым-қатынастағы теңдікті айтып отырмыз ғой. Ол бір-бірімізбен жаман қарым-қатынас болды екен деп, балалардың ода ешқандай несі жоқ. Сондықтан да балалар өздерінің әкесін де, шешесін де бірдей көру керек, не болса да, деп ойлаймын. Ол жеке өз пікірім, әрине. Иә, бізге де 2020 жылы министрліктен сұраныс түсті Қазақстандағы отбасы саясатын моделін құру бойынша. Сол кезде енді бізде ренжитті, жалғызбасты ата-аналар, неге толық отбасы туралы айтасыздар, неге отбасы толық болу керек, ал жалғызбасты отбасылардың құқығы қайда, неге бізде сондай қысым болу керек, толық емес отбасында өсіп жатқан балалар туралы. Біздің ойымыз ол дискриминация жасау емес, тек қана ұсыныс жасауда
отбасындағы проблемаларды шешуге ұмтылу, жаңа айтып отырған серіктестікті құруға ұмтылу. Кез келген отбасы, қандай отбасы болмасын, онда проблема болады, соны шешуге ұмтылыңыздар дейміз да. Біз профилактика туралы айтамыз, сол кезде бізге ренжіп жатады, неге жалғыз басты отбасыларды сіздер отбасы ретінде санамайсыздар деген сияқты. Мәселе ода емес, менің ойымша. Біз тек қана сол отбасы сақтап қалу, толық отбасын сақтап қалу, яғни бала бар отбасында мүмкіндігінше отбасын сақтап қалуға тырысыңыздар деп. Енді сіздің тәжірибеңізде жалғыз басты отбасылардың қандай проблемалары бар, және жаңа айтып отқандай, біз оларға арнайы бір бағдарламалар бөлу арқылы біз толық отбасының құқығын шектеп қалмаймыз, немесе керісінше оларға бір дискриминациялық көзқарас тудырмаймыз. Сіздің осы орайда көзқарасыңыз қандай? Енді бұл жерде де айтарым, әрине теңдік. Қандай отбасы болсын, біз тең қарау керекпіз. Яғни жаңағы енді әкесі жоқ немесе анасы жоқ отбасы мынандай екен, толық отбасы мынандай екен деп бөлу керек емес. Ол отбасы болғандықтан әртүрлі жағдайлар болады. Кейде мысалға ондай отбасыларда жолдастар қайтыс болып кетіп жатады. Мысалға қазір онкологияда өте көп болып кетті, мысалға әйелдерде қайтыс болып кетіп жатады. Сондықтан да олардың ешқандай кінәлары жоқ та, өмір ажал. Сондықтан да біз екі түрлі отбасыға да бірдей қарау керекпіз. Осы отбасының жаңағы енді отағасы жоқ екен, енді жалғыз әйел екен, балалары қандай тәрбие көріп жатыр деп ондай мүлдем айтпау керек. Өйткені бұрын ондай болушы еді ғой. Тіпті тойларға да шақырғанда мысалға кейде әйелдер айтады, жаңағы жалғыз әйелдер, ой мен тойға бармаймын, өйткені мен барсам барлығы өздерінің жолдастарымен отырады да, мысалға жолдасы әйелі болып келе жатты да, мен жалғыз отырып қалам, сосын қайтадан сөйтіп отырады, сол кезде маған ыңғайсыз дейді да. Бұл енді тек қана біздің жаңағы институционалды өзгерістерді енгізу туралы емес, бұл жаңағы жалпы қоғамның өзгерісі туралы шығар. Біз қоғам ретінде енді әртүрлі отбасыны қабылдай ала білу керекпіз. Жаңағы менің айтып отырған мысалдың өзінде ғана, тойға барғанда да, егер де жалғыз басты әйел келсе, ондай әлі де бар өңірлерде. Біз қоғам ретінде ондайға жол бермеу керекпіз, ондай көзқарастарға, ондай түсініктерге. Өйткені біз ешкімді сынай алмаймыз. Қазір де айтып жатырмыз, мына заң мен тәртіп философиясымен өмір сүрейік деп. Заң бар, тәртіп бар, болды. Жеке өз көзқарасымызды, ой мынандай адам екен, бүйтіп қалған екен деген бір түсініктерді ілмеу керекпіз қоғамға деп ойлаймын енді. Сондықтан да осы орайда әрине теңдік үйде де болу керек, қарым-қатынаста да болу керек, және де екі түрлі отбасын қабылдағанда да теңдік болу керек болды. Назым, енді ата-ана болудың қиындықтары туралы айтайықшы. Өзіңіз де ата-анасыз. Бала тәрбиесінде сіз кездесетін ең басты челлендждар қандай? Қиындықтар, проблемалар, сізді толғандыратын, ойландыратын. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, балабақшада осылай айтады екен қызыма деп. Біздің зерттеуде, мысалы, биыл зерттеу жүргіздік, жұмыс басты ата-аналардың қиындықтары туралы. Сол кезде үнемі оларда өз-өзін кінәлау сезімі болады екен. Мен отбасыма толық уақытымды бөле алмай жүрмін, балаларыма дұрыс көңіл бөле алмай жүрмін деп. Мысалы, кеше мен түсіндім, ұлымның дәптерінің сыртын толтырмай кетіппін, және де жұмыста өзімді сондай бір кінәлі сезіндім да. Бірақ мен білемін да, ол жағдай солай болып қалды, бірақ бәрібір де болады. Үнемі мүмкін мен балаларым тәрбиесімен дұрыс айналыспай жүрген шығармын деген ой үнемі болып отырады. Сіздің қиындықтарыңыз қандай бала тәрбиелеудегі, жалпы Қазақстанда ата-аналардың кездесетін қиындықтары қандай деп ойлайсыз? Білесіз, менің ойымша қазір мынандай жағдай көп та, көбісінде ата-аналар біз енді жұмыс істеп, жаңағы ақша табайық деп жүріп, құндылықтардың орнын қайтадан алмастырып алдық та, ауыстырып алдық та. Мысал ретінде көбісі ойлайды ата-аналар, ақша тапсам болды, қымбат киіндірсем болды, қымбат жаңа кружоктарға барса болды. Ең бастысы мен тауып жатырмын, жаңағы киімі бар, машинасы, таксиі бар, водителі бар, кружоктарға барып жүр ғой деп, мысалға көп ата-аналар сөйтіп ойлайды да. Бірақ
өзімізді еске түсірейікші кішкентай кезімізде мысалға біздің ата аналарымыз мысалға сыйлық беріп жатыр ма жоқ па, ол жер мысалға өзімде ол кездер есімде жоқ та. Менің есімде ата аналарым жанында отырып мысалға анам ұйықтар алдында бір ұзақ әңгімемен өрбітсе, немесе мектепке дайындалып жатқанда жаңа сіз айтып отырған дәптер толтырып берсе, сол маған бақыт болатын да. Сол дәптердің сыртын толтыру бізге неге екенін білмеймін, бір қиын болатын. Иә, барлық мектепте оқушыларға сол қиын, соны түсінбеймін мен, бір сол феномен да. Сол кезде дәптердің сыртын толтырып бергенде қатты қуанатынмын да. И маған келіп қазір бір психолог келіп сұраса, ата анаңмен ең бақытты сәттерді есіңе түсірші дегенде, сол дәптердің сыртын толтырумен сізге триггер болып қалды, бірақ мен қазір осы жерді басқаша қылып шығарамын. Дәптердің сыртын толтырумен ұйықтар алдындағы әңгіме деймін. Өйткені ұйықтар алдындағы әңгіме кезде сөйлесесің ғой, нені армандаймын, ертең күн не істеймін деп, сол кезде ата анаңмен жақын бір қарым қатынаста болған сияқты боласың. Сондықтан да бұл жерде жаңағы балаға қаншалықты ақша құрту емес, баламен қаншалықты сапалы уақыт өткізу шығар ең бастысы. Енді қайта өз тәжірибемді айтайын, иә. Мысалға үйде менде де ондай сәттер болады. Ақнұр ханым, сіз жаңа айтып отырған 7 наурыз күні мен бір сапармен бір шараға кетіп қалдым басқа мемлекетке. Сол кезде енді андай дөңгелек үстелде кездесу болып отыр да, үлкен кездесу. Содан маған мұғалім жазып жатыр, ұлымның: хабарласыңыз, өте шұғыл деп. Қорқып кеттім. Шықтым да звондасам, мұғалім айтады: бізде қазір 8 наурызға шара болып жатыр, балалардың барлығы шықты, аналарына гүлдерін берді, тақпақтарын айтты, сіз неге келмеймін деп айттыңыз, сіздің балаңыз гүлмен шығып жылап тұр дейді. Мен енді ана жерде, сіз білесіз, мен қаншалықты енді осындай сәттерде суық болайын десем де, мен жылап қойдым. Жылап жаңағы жиналысқа кіріп, мен жаман болып отырмын. Болды, ана жиналыс қандай тақырып, қандай мақсат екені маған қызықты емес. Ең бастысы балам жылап жатқаны. Жаңағы енді елестете бастадым да, барлық мамалары гүлдерін алып балаларын құшақтап жатыр, а мен жоқ, мен балам ортада тұр екен, еще орнынан қозғалмай тұр екен гүлін ұстап. Сол кезде мен жаман болып енді өзімді енді ойлап жатырмын да, мен қандай жаман анамын, осы жұмыстан өлдім ба депші ойлап жатырмын да. Үйге келгеннен кейін әрине ұлыммен сөйлесіп түсіндірдім, айттым, енді менің де өмірдегі мақсаттарым бар, менің де жұмысым бар, дәл сенікі қалай, тура менікі де солай. Сондықтан да өмірде осындай жағдайлар болып тұрады, бірақ бұл өмірдегі шешуші бір кездер емес. Бұл өмірдегі жаңағы сен гүл бермей қалдың, мен ала алмай қалдым деген бір үлкен глобалды проблема емес ұлым деп түсіндірдім. Әрине іштей бір өзімнің айтып отқаныма сенбедім, өйткені әлі де бір неге сол кезде сол бармай-ақ 8 наурыздағы мерекеге бармадым деген іштей өзімді жеймін әлі күнге дейін. Бірақ ондай жағдайлар болып тұрады. Менің ойымша ондай кезде салқын баспен шешім қабылдау керек сияқты. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңа дәптердің сыртын толтырмадым деп. Дәптердің сыртын толтырмасақ, баламыз сосын 2 алып келсе, немесе дәптердің сырты шимақ болып жыртылып қалса, ол былай қарап тұрса, балалар есіне түсірмейтін сияқты. Иә, сондықтан да біз ондай кішкентай детальдарға көңіл бөлмей, біз глобальды нәрселерге көңіл бөлу керек сияқтымыз. Мен қалай істеймін? Мен ұлыма айтам: балам, менің өмірдегі мақсаттарым осы. Сенің өмірдегі мақсаттарың қандай? Екеуміздің мақсаттарымыз бірдей синхрон болса, тіпті күшті болады. Біз екеуміз мынандай азаматтар боламыз ертең біздің қоғамда деймін мысалға. Сосын ол ойлайды: я, қалай күшті, менің анам осындай жауапкершілігі мол адам екен, менде де сондай болу керекпін деп ол сөйтіп ойлайды. Сосын мынандай кішкентай детальдарға олды да мән бермейді. Ол глобалды тұрғыда өзінің жаңағы мақсаты бар, соған қалай өзі жету керек екенін ойлап тұрады. Сондықтан менің ойымша біз аналар бұндай детальдармен өзімізді жемеу керекпіз. Ең бастысы балаларымыз аман, біз тәуелсіз өзіміз жұмыс істеп жатырмыз. Сосын әрине күніне жарты сағат, 1 сағат өте сапалы көңіл бөлу керекпіз. Мен қалай істеймін? Білесіз ба, мен кейде енді болады ғой, кейде скроллинг, рилстар қарап отырамыз ғой. Сол кезде рилстар қарап отырған кезде мен балама деген қызықты рилстарды, өзінің инстаграмы, тикток жоқ, мен сақтаймын. Мынандай ардақ деген папка бар менде инстаграмда.
Содан жаңағы кейбіргі тақырыптарға тікелей сөйлесе алмаймын да, енді бір бас жібермей немесе андай психикасына бір зақым келтіріп қоймайын деп өзім қалай бастайтын тақырыпты білмегендіктен осындай рилстар сақтаймын. Мысалға шекара бұзу, немесе мектептегі буллинг, немесе буллингтің да түрлері бар ғой. Мысалға әдейі кейбір балалар топ болып жиналып басқа балалармен сөйлеспей қояды, оның өзі де буллинг. Ана бала өзін ойлайды, неге менімен сөйлеспейді, неге бүйтіп жатыр, неге мен жалғыз жүрмін деп, иә. Сондай тақырыптарды кейде қалай көтерерімді білмей мен сондай рилстар сақтаймын. Сосын кейде жаңағы кешкі асты ішіп болғаннан кейін екеуміз отырамыз, балалар енді кейде телефон шоққысы келеді, осы кезде айтамын, давай екеуміз бірге рилс көреміз деймін. Сосын жаңағы Ардақ деген папканы ашамын. Сол жерде бір күнде мысалға менде бір 10-15 рилс бар, сосын жаңағы рилсты көрсетемін. Қараш, мына рилсты деп 1 минуттық рилсты қарайды да, дейді, сосын біз оны талқылаймыз. Дәл солай жаңағы папкадағы бүгінгі сақталған рилстарды біз талқылап шығамыз. Сөйтіп бір жарты сағат уақытымыз кетеді да, сосын ол көп нәрсені түсінеді өзі. Әрине бұны кітапқа да адаптация жасауға болады, бірақ кітапты оқып жатқаннан кейін балалар ұйықтап қалады ғой, сондықтан мен ұйықтар алдында ғана оқимын. Бір ауыр тақырыпты талқылау керек болса, мен сондай рилс іздеп сақтап қоямын папкаға. Сол сияқты әрбір отбасында осындай проблеманы шешуге келгенде өзінің инструменттері болу керек та, ол инструментті біз жаңағы баланы немесе жолдасымызды зерттеу арқылы, мысалға сізде де зерттеу жасап жатсыздар ғой жұмыста, иә, бізде де үйде кішкентай зерттеулер жасау керекпіз. Кім неге нені істей алады, кімнің қандай плюсы минусы бар, сол жаңағы бәрін біле отырып біз инструменттер өзіміз қолмен жасап алу керекпіз та, сол инструментті алға қарай шығарып жаңа өзіміздің отбасылық саясатымызды құру керекпіз деп ойлаймын. Былайша айтқанда стратег болуымыз керек қой. Енді қараңызшы, сіз инструменттерді пайдалана аласыз, бірақ кейде менде мынандай ой болады да, неге біз таңдау жасауымыз керек? Не үшін біз немесе ата-ана болуымыз керек, немесе карьерист болуымыз керек деген. Неге? Мысалы, менде жарайды, менде волшебниктер бар, жаңа көмекшілеріме, ал сондай көмекшілер жоқ. Қаншама әйел бар бізде. Мен өте көп келіншектерді танимын, өте сондай білімі жоғары, мүмкіндіктері көп, бірақ отбасы үшін өзінің мансабын ары қарай жалғастыра алмаған. Осы орайда бізде мемлекет тарапынан қандай көмек керек ата-аналарға? Мүмкін мен тіпті біздің министрге де сұрақ қойдым, талдау мектебі аясында, неге ата-аналарда ешқандай приоритет жоқ бізде деп. Я, бар бізде приоритет, мысалға икемді жұмыс кестесіне ауысуға болады, бірақ икемді жұмыс кестесін өз тәжірибемнен білем, және әріптестерімнің тәжірибесінен білем, олар пайдаланбайды. Себебі егер пайдаланса, ол эффективті қызметкер ретінде мені басшылық санамай қалуы мүмкін деген қорқыныш бар. Осы қорқыныш бізде қайдан келіп отыр? Қоғамда нені өзгерту керек, мемлекет қалай көмектесу керек осы орайда? Өте өзекті, өте дұрыс сұрақ негізі. Бәлкім бұлда бір қоғамның сұрағы шығар, қоғамдағы. Бізде қоғамда көбіне қалай, жас қыздалса декретке шығып кетеді деп қорқады. Декреттегі қыздалса бұл қайтадан ертең декретке кетеді дейді, балалар ауырады дейді. Енді декретті бітіріп, балалардың бәрін туып, енді жұмысқа шықсаң, ой, бұл кеше еркектерден де аз жұмыс істеді, бэкграунды ондай мықты емес, сондықтан да бір саты төмен болады деп ойлайды да. Сондықтан да бұл жерде әйелге деген ауыртпашылығы өте көп та, жұмыс тарапынан айтатын болсақ. Менің ойымша, біз енді бұл тақырыпты әрдайым айтып қана қоймай өзімізден бастау керекпіз. Мысал ретінде, мысалға, сіз осы компанияда жұмыс істейсіз, сізде де әріптестеріңіз бар, менің де мысалға өзімнің компаниямда жұмыс істейтін қыздар бар. Біз не істеу керекпіз деп ойлаймын? Біз бір-бірімізді қоғам ретінде қолдап отыру керек шығармыз. Мысал ретінде, менің компаниямда декреттен шыққан бір қыз жұмыс істейді. Баласы бірде, енді ғана шықты, бірақ мен айтамын, Гүлдер-ай, сен декретте байланып қалма.
әрине бала жақсы, баланың тәрбиесімен айналысу керек, бірақ сен өзіңнің де мансабыңды, өзіңнің де жұмысыңды тастамау керексің. Сондықтан да мен саған қолайлы жұмыс кестесін бере аламын. Мысалға аптаның бірінші кезін сен офлайн жұмыс істесең, жартысын сен онлайн жұмыс істе деген сияқты біз әйелдер болып бірімізді өстіп қолдау керекпіз деп ойлаймын. Мемлекет тарапынан ол да өте өзекті дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Былай қарап тұрсақ, глобалды тұрғыда қарасақ, қоғамда барлығы бар бізде. Социализацияға да, балалардың жаңағы өзінің жаңағы қоғамда ары қарай өсіп дамуына, ата-ананың жұмысына негізі бұл инструменттердің барлығы бар ғой. Мысалы, балабақшаларда бар, мектептерде бар. Оның сапасы ол әрине басқа сұрақ, бірақ дегенмен біз бір жабайы мемлекетте өмір сүріп жатқан жоқпыз. Мысалға барлығы бар бізде. Балабақшада істейді, балабақшаны таңертеңге қалдырып, ары қарай жұмысқа барып. Бірақ әрине бала ауырады, балабақшаға барғысы келмей, бір андай кризисті кездер болады. Ондай кезде баланың жанында кім отырады? Әрине әйел отырады. Қалай күйеуіңе сен қал, мен бүгін жұмысқа бара берейін демейсің ғой енді. Сондықтан да бұл жерде бізде қоғам ретінде, жұмыс беруші ретінде ондай нәрселерге дұрыс қарау керекпіз деп ойлаймын. Жаңағы әйелдерді ой декретке кетеді деп жұмысқа алмай, немесе декреттен шықты ой бұл енді басты ауыртады деп қарамау керекпіз. Біз қоғам ретінде мемлекеттің көмегінен былай біз қоғам ретінде ондайға бұндай дискриминацияға жол бермеу керекпіз деп ойлаймын. Бәрі өзімізден басталу керек деп ойлаймын. Иә, өте сондай керемет пікір. Назым, енді отбасы күніне орай қандай үш құндылықты атай аласыз? Отбасында біз сақтау керек және нығайту керек. Қандай үш құндылықты айтар едіңіз? Ақнұр ханым, мен әрдайым барлық жерде өзімнің бір позициям бар. Мен әрқашанда отбасы институтын, отбасының құндылығын, жалпы отбасын сақтау тақырыптарын әрдайым лобби жасайтын адаммын деп айта аламын. Өйткені кейде болады мынандай ойлар, өзімде де болады мысалы. Үйтіп айтуға болмайды ғой, бірақ дегенмен менің ойымша барлық әйелдер үйтіп ойлайтын сияқты. Осы менің отбасым болмаса, балаларым болмаса, қызық мен қаншалықты өсіп кетер едім, қазір қандай болар едім, мен осы жұмыстың барлығын тезірек істер едім ғой. Бәлкім мен ана сатыларға тезірек көтеріліп кетер едім, отбасым, балам болмаса деген ойлар бәрінде болады. Күнде ойламасаң да кейде болып қалатындай қиын жағдайларда, бала ауырып қалған кезде, ыдыс деген үйіліп төгіліп жатқанда, мына жақта зум арқылы жиналыс болып жатқанда, кешке жақын тағы бір кездесу немесе эфирге бару керек болғанда, спикер ретінде, мысалға, сол кезде ойлайсың, мен егер де осы отбасым, балаларым болмағанда мен қалай болар едім, өзім жалғыз тұрып, бір мысығыммен күшті болып, өзім таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп, мықты маман болар едім деп ой болады ғой. Бірақ менің ойымша, біздің өміріміз бір жұмыспен, мансаппен шектелмейді да. Біз жас кезімізде сөйтіп ойлаймыз. Жас кезімізде ой жұмыс істесек, шіркін, құлпырып, ақша тауып жүре берсек деп. Бірақ биоритм деген бар. Адамның әр 10 жылда өздерінің жаңағы құндылықтары өзгеріп отырады. Сол құндылығымыз өзгеріп, ертең мысалға өмірге деген көзқарасымыз өзгергенде біз отбасыға да басқаша қараймыз. Негізгі ең басты өмірдегі біздің құндылығымыз ол біздің отбасымыз. Ата-анамыз, біздің жолдасымыз, біздің балаларымыз. Біз істеп жатқан осының барлығы солар үшін. Сосын қайтып жаңағыға келейін, ойға келіп тұратын. Ой, жалғыз болсам мен осының бәрін тез істер едім ғой деп. Не үшін істейсің жалғыз болсаң? Шетелге барып демалу үшін ба? Жарайды, барып демалып келдің, бір неңді, поинтыңды жаптың. Жарайды, бір қымбат косметика көйлек алу үшін ба? Бұның барлығы, бұл дүние бітеді. Ол ондай бітпейтін бір список емес та, тізім емес та. Сондықтан да осындай кезде ойлайсың, осының барлығын істеп жатқан барлығы мен балаларым мен отбасым үшін. Тіпті бір мақтау қағазын алып келсең де кімге көрсетесің? Мен үйге келіп мысалға жолдасыма көрсетсем, қарашы маған мынандай берді деп. Сосын ол барып мысалға сол мақтау қағазын алған суреттің астында, ой, сен деген мықтысың, сен болмасаң деген сияқты комментарийлер жазады. Сондай қолдауды бергенде сен ойлайсың, шынымен де менің отбасым болмаса, мен осының бәрін бекер істейді екенмін ғой деп.
Сондықтан да өмірде отбасында қиындықтар өте көп болады. Бізде де мысалға отбасылы болғанымызға 13 жыл болды, көп жағдайлар болды. Біз өте кедей старттан бастадық деп нақты айта аламын. Өзімнің парақшамда да салғам, тіпті жаңағы өзіміздің потолоктан крышадан су ағып жатқанда да біз кішкентай баламызбен сол үйде тұра бердік. Мысалы шелек қойып қой, су ағып жатыр, ең бастысы қыс өтсе болды деп. Алматыда қыс қысқа ғой. Сондай кездерде болды. Әрине мен баламды алып ата анамның үйіне кетіп қалуға болар еді. Ата анамның үйі бар, Алматыда, орталықта тұрады. Немесе ой, сен ақша таба алмайсың, сенің ақшаң ертең болмайды, ол кезде жолдасым неде істейтін, қонақ үйде ресепшнда, түнімен ночной сменамен келеді, кетеді. Сонда мен кетіп қалар едім. Ой, мен екеуміз отбасы бола алмаймыз. Мен сонда осы қиыншылық үшін отбасы құрдым ба? Мен одан да өз ата анаммен өмір сүре берейін деген ойлар болды әрине. Бірақ сосын мен ойладым, мен баламды тудым, баламның әкесі болу керек. Оның отбасымен, оның тәрбиесімен тек мен ғана айналыспау керек. Бұл жерде уже теңдік туралы ойлай бастадым. Неге мен ғана жауапты болу керек? Неге мен ғана бұл ауыртпашылықты жалғыз өзім ертең көтеріп мойныма асу керекпін? Жолдасым да баланы жасады ма, олда да жауапкершілікті менімен бірге бірдей алып, ертең баланы бұл ұядан менімен бірдей ұшыру керек деген менде ой болды. Сондықтан да тіпті екінші балам туар алдында да мен ойландым. Біз бәр жан-жақты қарастырдық. Ертең не болады? Біз ары қарай отбасы бола аламыз ба? Қиындықтың бәрін артта қалдырдық деп айта аламыз ба? Әлі бізде турбуленттік кездер бола ма деген ойлар болды. Мен айтпаймын, жаңағы инстаграмдағы әдемі суреттерді көріп, ой, бізде бәрі күшті, біз әрқашанда махаббат болып жүрміз. Жоқ, ондай әлі турбуленттік кезеңдер бізде болып тұрады. Бірақ егер де біз отбасындағы қиыншылықты шегере алмасақ, жұмыста да ертең өзіміз мансабымызда да сынып қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан да отбасымызды барынша сақтап, отбасындағы жаңағы теңдікті орнатып, әрине диалог арқылы, сөйлесу, дұрыс қарым-қатынас құру арқылы теңдікті орнату керекпіз. Теңдік деген жаңағы бет жыртысып, менің орным мынау, сен үйде отыр, жаңағы менде де енді шығам деген емес. Теңдік деген бір-бірімізді сыйлау. Бір-бірін орыс тілінде айтады ғой, зеркалить. Бір-бірімізді айна ретінде бірдей қылып қарап, бір-бірімізді бірдей өзімізге көрсетіп отыру керекпіз деп ойлаймын. Иә, сізбен толық келісем. Жалпы маған бір құрбым айтқан еді, ажырасу туралы ойлаған кезде біз минустар мен плюстарын бірінші ажыратып алайықшы деп. Мысалы, отбасында тұрған кезде қандай плюстары бар, ал ажырасқаннан кейін қандай минустар? Әрине, минустар плюстарды жеңіп кететінін біз естен шығарып кетеміз. Сонымен қатар отбасы ол еңбек. Еңбек ол үнемі өзіңмен де жұмыс жасау. Осы сәтте көбісі айтып жатады, неге әйел ғана жұмыс істеп жатыр, неге әйел ғана еңбек етеді, неге әйел ғана даму. Мүмкін приоритеттер дұрыс емес шығар, мүмкін бір қателік кетіп жатқан шығар. Ол қателікті түзеуге, жаңа айтып отырық қой, 10 жылдан кейінгі уақытта расымен де мен сенемін, приоритеттер өзгеретіне, ұстанымдар тек қана Астанада осындай ғимаратта ғана отбасындағы теңдік, диалог туралы емес, өңірлерде де, ауылдарда да, барлық жерде серіктестік туралы айтатынына сенімім мол және үмітімді үзбеймін. Сізге үлкен рахмет, өте керемет әңгімелесу болды, ой бөлісу болды. Уақыт табу оңай емес қазіргі уақытта, сондықтан да сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет, Ақнұр ханым, өте қызықты әңгіме болды. Тіпті өзім қалай ашылып, ішкі жан дүниемді, ішкі проблемаларымды айтып кеткенімді түсінбей қалдым. Ол енді көбіне жаңағы интервьюерге байланысты ғой. Сондықтан сізге де рахмет, мені ашып, тақырыпты толықтай жан-жақты талқылай алдыңыз. Рахмет сізге. Рахмет үлкен.